Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, қызылшадан дайындалатын, көпшіліктің жүрегінен орын алған, мерекелік дастархандарға арналған салаттардың жасау жолын көрсетемін. Құрамы бір, бірақ түрі екі түрлі безендірілген салаттың жасау жолын үйреніп алыңыздар. Алдымен көкөністерді бір ыдысқа салып қайнатып аламыз. Қызылша, жұмыртқаны, картопты, сәбізді барлығын жуып бір ыдысқа салып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін жұмыртқаны 20 минуттан соң шығарып алсақ болады. Қалғандарын 40 минуттай қайнаттым. Үлкен қызылшаны қолдандым. Сіздер кішкентай болса 2-3 қолдансаңыздар болады. Сонымен қайнап шықты. Жұмыртқамызды бөлек шығарып алған болатынмын. Және де бізде консервіленген ас бұршақ. Сонымен қатар майонезді және де қайнатылған тауықтың еті, бұл жерде видеода жоқ. Тұз, қара бұрыш татымына қарай қосасыздар. Ең алдымен осы салаттың жасау жолын көрсетемін. Түрі де қандай әдемі болып тұр, торт сияқты. Кішкентай ет жасасаңыздар болады, размермен осылай дәу қылып жасап, торт сияқты кестім. Ең алдымен көкөністерімізді сыртын ашып болған соң, осылай торт жасайтын кольцо керек болады бізге. Кольцоны ыдысқа қойып, үстіне алдымен картопты үккіштен өткізіп аламыз. Қасықпен дұрыстап жібереміз. Татымына қарай тұзды саламыз, қара бұрышты саламыз және де майонезді жағып алуымыз қажет. Көкөністерден біреуден алып, осы салатқа қолданып жатырмын. Екінші өнімдерді екінші салатқа қолданамын. Енді сәбізді де үккіштен өткізіп, татымына қарай қасықпен дұрыстаған соң тұз саламыз. Тұзды салып болғаннан кейін майонезді салып, қасықпен дұрыстап жібереміз. Содан соң жұмыртқаны саламыз. Жалпы үйде қандай өнімдер бар, көкөністер өздеріңіздің еріктеріңізге қарай қоссаңыздар болады. Жұмыртқадан кейін дұрыстап жіберіп, майонезімізді жағып, қасықпен тегістеп алған соң горохты қостым. Қосу міндетті емес, орнына консервіленген қиярды қоссаңыздар да болады. Тауықтың етін енді қоссаңыздар, дәмі ерекше болып шығады. Тұз суға қайнатып, көбіктап, турап қосып, үстіне майонезді жағып болғаннан кейін ең беткі бөлігіне қызылшаны осылай үккіштен өткізіп аламыз. Негізі көпшілік білетін салат, кішкентай қыздар да жасай алады. Жасап көріңіздер, қонақтарыңыз өте дәмді екен деп жеп алатын болады. Ас болсын, егер де жасап жатсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бетіне өздеріңіздің еріктеріңізге қарай мен осылай жұмыртқаның сарысын үккіштен өткізіп қойдым. Өте әдемі болып көрініп тұр, нәзік болып. 1 сағат холодильникке қойсақ, қатып күшті болып шығады. Ал енді екінші салатты жасауға кірісеміз. Ол үшін тарелкаге татымына қарай картопты өткізіп аламыз, майонезді жағып, қасықпен дұрыстап алғаннан кейін сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз. Майонезді жағып алғаннан кейін бір жұмыртқаны үккіштен өткізіп қостым. Негізі менде басында 4 жұмыртқа болды. Біріншісін, соның біреуін алып қойған болатынмын. Ағын қазір бетіне безендіремін. Енді тауықтың етін майонезді қосып, осылай кішкене төмпешік жасап, ең бетіне қызылшаны осылай видеодағыдай етіп қаптап жауып шығамыз салаттың бетін. Содан кейін бір жұмыртқаның ақуызын алып, осылай видеодағыдай етіп безендіруге болады. Плюс жасап безендірдім және де жұмыртқаның сарыуызын үккіштен өткізіп алып алдын ала. Содан соң шеттеріне осылай жасап қойдым. Өте әдемі болып көрініп тұр. Жасап көріңіздер. Жаңа жылға алда келе жатқан өте әдемі салат болады. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.